Ассаламағалейкум, қадірлі Казспорт телеарнасының көрермендері, сіздердің назарларыңызда көкпардан өткен алғашқы әлем чемпионатының ойындарын ұсынып отырмыз. Бүгін Моңғол Халық Республикасының құрама көкпар командасы мен Тәжікстан Республикасының құрама көкпар командасы өзара финалдық жолдаманы сарапқа салады, яғни жартылай финалдық ойындарда өз тобында екінші орын үшін таласады, яғни өз тобының екінші орын алған команда тиісінше финалға шығып, үшінші орында сарапқа салатын өздеріңіз білесіздер. Сондықтан осы мақсатта Тәжікстан мен Моңғол Халық Республикасының құрамалары өзара бақ таластырады. Құрметті телекөрермен, ал сіздердің назарларыңызда бүгінгі ойынның төрешілері: ортада Ақылбай Манкеев, қапталда Зиябек Жеткеров және Сидулла Жалелев, сондай-ақ Күнболат Әбілбаев. Күнболат Әбілбаев Ресей Федерациясының төрешісі екенін айта кетейік. Ал Зиябек Жеткеров пен Сидулла Жалелев Оңтүстік Қазақстан облысынан, Ақылбай Манкеев халықаралық дәрежедегі төреші. Ол да Оңтүстік Қазақстан облысының өкілі. Сонымен Моңғолияның құрамы міне сіздердің назарларыңызда. Бірінші нөмірде Қуантай Қайыржан, екінші нөмірде Ғалым Дәулет, үшінші нөмірде Байыс Досжан, төртінші нөмірде Ерлан Мұрат, бесінші нөмірде Болат Айбарыс, алтыншы нөмірде Ешан Досан, жетінші нөмірде Әбжаппар Абуғали, сегізінші нөмірде Өрстем Арслан, 9-шы нөмірде Ақби Бақытбек, 10-шы нөмірде Ырыс Тастүлек, 11-шы нөмірде Серік Жеңісбек, 12-шы нөмірде Мағжан Құрманбек. Команданың жаттықтырушысы Бұхарест Нәсетқан. Ал Тәжікстан Республикасының құрама көкпар командасы сіздердің назарларыңызда. Бірінші нөмірде Хуршет Машробов, екінші нөмірде Рузикул Қараев, үшінші нөмірде Ибо Тамиров, төртінші нөмірде Акбар Достеев, бесінші нөмірде Асамуддин Давлатов, алтыншы нөмірде Әлшер Қайтомов, жетінші нөмірде Сагдулло Чоборов, сегізде Асрор Кусимов, тоғызда Нұрсат Шарипов, онда Фархот Қолов, 11-де Умар Олимов, 12-ші нөмірде Мусай Боборо Чап. Міне Моңғол Халық Республикасының 12-ші нөмірдегі ойыншысы Мағжан Құрманбек. Серкенің тақымға басып, шабуылға басқан сәтін байқап отырмыз. Бірақ Серкені алған бойда мәрeye қарай басып барғанымен де бұл салым саналмайды әрине. Ортадағы төреші Ақылбай Манкеев бұл салымды жаратпайды, өйткені Құрманбек Мағжанның тастаған серкесі дәл мәренің ортасына түспей қалды. Осы себепті де бұл шабуыл нәтижесіз болып аяқталады. Негізінен тамаша өнер көрсеткен еді. Сіздердің назарларыңызда міне Александр Пупенко отыр. Қазақстан ұлттық құрамасының ойыншысы 10-ші нөмірдегі. Яғни серке тура мәре сызығының жиегінде жатқан жағдайда, онда ортада жалпы командалық ойын болады, яғни 4-4. Мағжан Құрманбек қайтадан серкені өз тақымына басып алды. Моңғол Халық Республикасының құрама көкпар командасының бұған дейінгі жеткен жетістігі халықаралық деңгейлерде өте аз. Ал Тәжікстан болса Азия чемпионатының қола жүлдегері. Міне осы бәсекеде егер өздерін басқа қырынан көрсетіп Моңғолияның алдына шығатын болса, онда Тәжікстан міндетті түрде ақтық бәсекеге тағы да жолдама алады. Ал олардың қарсыластары анықталып қойды бүгінде. Ол Қытай Халық Республикасы. Әлде болса Мағжан Құрманбектің тақымында серке, Қайыржан Қуантайға серкені асырып берді. Тәжікстан құрамасының жігіттері де енді Қуантай Қайыржанның қыр соңынан қалар емес.
Қайыржан Қуантай да қазір командалық әріптесі Ешжан Досанға Серкен ұзатып берді. Ешжан Досанның астындағы қасқа торы өте жылдам екенін ескерген жөн. Осылайша Ешжан жалғыз өзі келді. Міне Серкен тастады. Және бұл салым. Өте тамаша. Серкен Мәресовның қақ ортасында. Досан Ешжан 1993 жылы туған шабандоз. Осылайша ойынның 4-ші минутында алғашқы есепті ашып, бір салымға қол жеткізіп отыр. Міне, Қайыржаннан алған сәті Серкені, одан кейін бірден аттың тізгінін бұрды да шабуылға. Бірақ баста командалық әріптестер оған әрине жағдай жасап, алдын ашып бергенде айта кеткеніміз жөн. Бозаттағы 8-ші нөмірде өнер көрсететін Асырор Қасимов қанша қуалаға мен де жылдамдық жарыстыруға әлде болса тәжік балуандарына қиындық тудыратынын көрсетіп алды. Серке ойын алаңының сыртында, міне өздеріңіз көріп отырсыздар, Тәжікстан құрамасының жанкүйері Ақылбай Манкеевтің ысқырығы естілгеннен кейін ортада жекпе-жек сайысы болады. Әзірге бірден есебімен Монғолия алды. Акбар Достиев пен Рүстем Арсланның арасындағы жекпе-жекте Акбар Достиев нәтижелі өнер көрсетті. Астындағы міне Жирем мен Ақжал Сарат қос тұлпар бар екен. Қазақстан құрамасындағы Құлсарыға өте қатты ұқсайды. Бөркі құлақ біте жаздап. Серкені тақымға басып, ар жұрт, бер жұрт, бірақ Монғолияның қорғанысы өте тамаша екен. Қыспақ қалып, Серкені ойын алаңның сыртына шығарып жіберді. Сіздердің назарларыңызда Өзбекстаннан келген, Ресейден келген жанкүйерлерді көріп отырсыздар. Дәл қазір Серкені өз тақымына басып алған Рүстем Арслан екенін көріп отырсыздар. Оның қарсыласы Асрор Косимов. Қазір екеуі де 8-ші нөмірдегі балуандар. Серкені тақымға басып алмады. Тиісінше Ерлан Мұрат қазір Серкені алып дәл мәренің қақ ортасына тастап кетті. Ойынның 7-ші минутында өте тамаша, ешкім күтпеген жерден тіпті Серкені тақымға баспай-ақ қолмен ұстаған күйі Ерлан Мұрат кезекті салымға қол жеткізіп отыр. Өте тамаша. Есеп 2-0. Монғолия құрамасы алда. Қараңыздаршы. Қандай тамаша салым. Әрине, өте күшті шабуыл болды. Соның нәтижесінде Ерлан Мұрат есепте еселеп 2-0-ге жеткізгенін көрдік. Тәжікстан құрамасының жігіттеріне барынша қарқын үстеріне қарқынды қоса түсу керек, өйткені жігіттер дәл осылай жалғай беретін болса, онда есепті еселеу үстіне еселей береді. Қазір 12-ші нөмірдегі Боборачап Мусоев Тәжікстан құрамасының ең белді ойыншыларының бірі. Қараңыздаршы, мына көрген қалай жирен екен, қалай жылдамдық танытып бара жатқанын. Абуғали Абджаппаров астында Қарагермен қазір
қарсыласының туралына шығып алған сәті. Бұл салым болуға тиісті. Тамаша. Жарайсың Бобора Чапмусоев. Өте керемет. Ойынның 9-шы минуты. Есеп 2-1. Сәлде болсын. Есеп көрсеткішін осылайша қысқартып отыр. Өте тамаша. Сонымен кішіңбірде жатқан Серкеге қос команда қайтадан таласатын болады. Міне Моңғол Халық Республикасының жігіттері Серкені тақымға басып алды. Тақымға басып үлгермепті, бірақ таластың ішінде Серкені жерге түсіріп алғанмен екінші салымның авторы қазір Мұрат Ерлан Серкені өз тақымына басып алды. Командалық әріптесі Айбарс Болатқа ұзатып бергенін көрдік. Серкені Айбарс Болат астындағы жирен айғырының тізгінін тартып салым салуға келді. Дәлмәренің үстінде қазір тағы да кіріп барып тастап кету керек. Осылай айналсоқтап қайтадан кіріп қалатын сияқты. Міне, бұл салым. Есеп 3-1 қадірлі телегөрмен. Қалың доданың арасында тастап кеткен Айбарс Болат. Тамаша, есепті осылайша еселеп отыр. Қайталап көріністен де байқасаңыздар, қалың доданың ішіне кіріп, өте керемет нәтиже көрсетті. Серкені Дәлмәренің қақ ортасына тастап кеткенін байқадық. Қазір ортада жекпе-жек сайысы орын алады. Жекпе-жекке қос елден шыққан Серік Жеңісбек пен Әлішер Қайтомов. Тәжікстан мен Моңғолдың жігіттерінің арасында моңғолиялық қандастарымыз қазір бірінші болып Серкеге еңкейгенімен Серкені тақымға басып ала алған жоқ. Тәжікстан құрамасының жігіттері еңкейген, бірақ аттың екпінімен қағып Серкеден алыстатты қарсыласын. Тағы да еңкейіп Тәжікстан құрамасының жігіттері Серкені өз тақымдарына басып алды. Жарайсыңдар, мінекей ойынның 13-ші минутында 6-шы нөмірдегі Әлішер Қайтомов бастады. Тағы бір шабуылда және мәре сызығына жақын қазір аттың тізгінін бұрып кері қарай айналып шабу керек қалың доданы. Сонда ғана мүмкіндік болады. Қазір Серік Жеңісбек жіберіп қоятын секілді өзінің қарсыласын. Қалай болар екен? Тақымнан шығарып алды Серкені. Әлде болса талас жүріп жатыр. Салым, өте тамаша. Бұл Әлішер Қайтомов, ардақты ағайын. Тәжікстанның 1987 жыл туған шабуылшысы. Әрине жасы да біразға келді десек те ол көкпар тартуына ешқандай да кедергісін тигізбейді. Өздеріңізде байқағандарыңыздай қалың доданың арасына әкеп керемет салымға
қол жеткізіп кетті. Әрине, жарайсыңнан басқа айтар жоқ. Өте керемет нәтиже көрсетті. Мінекей, Тәжікстан құрамасының жігіттері есеп көрсеткішін азайтып келе жатқанмен, моңғолиялықтардың да өте мықты екенін көріп отырсыздар. Қараңыздаршы, қандай тартысты бәсеке. Осылай бір-бірлеріне тең командалар шыққан кезде қызықты ойындар. Әрине, орын алатыны белгілі. Соның нәтижесінде біз дәл осы жерден көріп отырмыз. Тағы да салым. Тәжікстан құрамасының жанкүйерлерін қуантқан бұл Асомиддин Давлатов. Өздеріңіз көрдіңіздер, қандай тамаша салымның автор атанғанын. Қайталап көріністі өздеріңізде нақты байқайсыздар. Есеп осылайша теңесті. Міне, тамаша Серкен Мәренің қақ ортасына тастап кеткенін көрдік. Ойынның 16-шы минутында есеп 3-3. Міне, қазір Мағжан Құрманбек Серкен тақымға басып алды. Бірінші шабуылды ұйымдастырғанда осы жігіт болатын. Бүгінгі ойын барысындағы және мәреге жақындады, өтіп барып қарсыластарын қалай қапыда қалдырып кетті, шіркін-ай. Тіпті өзімізде не айтарымызды білмей есеңгіреп қалдық. Жарайсың, Мағжан Құрманбек. Атың да жақсы екен. Астындағы қарагер төбелі бар. Ақбақай секілді. Атты қалай бұру керек екенін, қалай міну керек екенін бәрін осы Мағжан Құрманбек жақсылап көрсетіп бергендей болды. Расменде, міне, тура мәренің үстінде осы жерде тастап кетсе болушы еді. Ол да салым болар еді, бірақ оны айналып өтіп кетеді деп әрине қарсыластары күткен жоқ қой. Осы себепті де ол өзінің қарсыластарын қапыда қалдырып кетті. Асрор Қосимов Серкен тақымға басып тағы да мәреге келді. Бұл жоқ, әттеген-ай. Ары қарай жалғастыруға болады, әрине. Тағы да жоқ, Мағжан Құрманбек емес. Ғалым Дәулет Серкенің тақымға басқан. Қандай жылдамдықпен алып кеткенде көрдіңіздер. 13 нөмірдегі Фархот Холов қазір кедергісін келтіріп жүр. Ғалым Дәулет Серкен тақымға басып мәре сызығының тура үстінде, және бұл салым. Иә, салым. Бәлкім шығып кетірмеді ат тұяғының астына жаншылып қалмаған кезде. Жарайсың, Ғалым Дәулет. Осылайша есепте еселік кетті тағы да. Моңғолиялық жігіттер бірінен бірі асады. Шыққан балуанның барлығы да Серкен жерден еңкейіп алып кетіп жатқанын көріп отырсыздар. Бұл әрине Рома Өзханның еңбегі екенін айтпасқа болмайды. Әлем чемпионатына ерекше дайындықпен келіп отыр. Міне осы жерде ғой, жаңа айтқаным, ат тұяғының астында қалып қойды Серке. Осы себепті де дәл ортасында қалды. Егер ешқандай да кедергі тимеген кезде, онда Серке бәлкім ойын алаңның сыртына шығып кетірмеді, кім білсін. Бірақ басы есеп 5-3. Қайыржан Сүлеймен қазір Серкені тақымға басып шабуылдың өтіне шыққысы келген. Бірақ ойын алаңның сыртына шығып кететін секілді. Қайыржан Сүлейменовтың тақымына түскен, яғни Қуантай Қайыржанның тақымына түскен
Серке. Оны жұлып алу әрине өте қиын. Міне қараңыздар, қалай ойнатады атты. Әлде болса, Қуантай Қайыржан Серкені тақымға басып, шабуылға шығуға ұрымтал сәтті күтіп жүр. Ауыздықты тартқаннан мінекей атта біраз қиналып қалғанын көрдік. Бірақ бұл жерде 8-ші нөмірдегі Асрор Қосимов қазір Серкені өз тақымына басып алған секілді. Қайыржан Қуантайдың тақымынан алды. Енді көк атпен, көк сұңқармен желіп барады. Және бұл салым болуға тиісті. Мағжан Құрманбек сияқты бір айналып өтейін деді ғой деймін шіркінай. Ашықтан ашық қазір баруға керек. Және бұл салым. Өте тамаша. Есеп 4-5. Моңғол Халық Республикасының жігіттері алды. Енді тиісінше бірінші кезеңде өз мәресіне жетуі керек. Асрор Қосимов 8-ші нөмірдегі Тәжікстан құрамасының палуаны. Мәреге бұл жерде тастамай, бір айналып кеп қайта соққанын көрдіңіздер. Енді бізде жарайсыңнан басқа айтар жоқ. Аттың тізгінінде кішкене қаттырақ болып басы қайтпай қалған екен. Не бұл жерде командалық әріптестерінің көмегімен атты қозғалтып итеріп барып дәл мәренің үстіне келді. Моңғолия мен Тәжікстан құрамаларының арасындағы бірінші кезең өз мәресіне жетті. 5-4 есебімен Моңғолия құрамасы алды. Әрине бұл өзгерістер. Бұған неше түрлі өзгерістер енуі мүмкін. Ал қазір бірінші кезеңнің ең тамаша сәттерін тамашалаңыздар. Сонымен Моңғолия мен Тәжікстан құрамаларының арасындағы кездесудің екінші таймы басталды. Рүстем Арслан қазір Серкені тақымға басуға тырысқан, бірақ Серке ойын алаңның сыртына шығып кетті. Ортада жекпе-жек сайысы болады. Жалпы екі команданың жеңгені үшінші орын үшін таласады. Бұл екеуінің біреуін күтіп тұрған Қытай Халық Республикасының жігіттері бар. Кімнің осы кездесуде жолы болады, сол тұңғыш рет Қазақстанда ұйымдастырылған көкпардан әлем чемпионатының үшінші орын үшін атағына таласпақ. Міне жекпе-жек Рүстем мен Әлішердің арасындағы, Рүстемнің астындағы аты қалай ығыстырып шығарғанын көрдіңіздер.
Қазір Ерлан Мұраттың тақымына тиді серке. Ерлан Мұрат қолы қарулы жігіттердің бірі. Екінші кезеңнің алғашқы есебін ашуға талпынып тұрған секілді. Қалың дода қаумалаған бүкіл көкпаршылардың арасында. Ерлан Мұрат міне кішкене жырақтап барып, екі қарсыласты артта қалдырды да мәре қарай жүйткіп шауып келеді. Командалық әріптестер міне Айбарс Болат та аттың күшімен қарсыластарын Ерланның жолынан ығыстырып жатыр. Қараңыздар, қандай тастау, өте тамаша. 35 келі серке осы тұрғанда, серкен салмағы 35 келі. Айналдырып әкеп тастай салды. Мұрат, Ерлан жарайсыңнан басқа айтар жоқ. Бұған дейінгі барлығында да тура үстіне барып серкені болмаса алыстан екімен тастап кетіп жатқан көріп отыр едік. Осымен Мұрат, Ерлан дәл осылай алғашқы әдемі салымдардың бірін көрсетті. Бұл жерде расымен де ешқандай басқа нұсқа болмағанын көрді. Ары қарады, бері қарады, кіруге қандай мүмкіндік бар екенін байқатты. Қайтадан уақыт жоғалтып айналып жүрмейін деп серкені айналдырып әкеп тастай салды. Өте керемет. Бірақ әрине мұндай жерде қолдың күші керек. Тек қолдың күші ғана емес, сананың да өте жақсы болғаны керек екенін білесіздер. Моңғолиялық жігіттер тағы да серкені жерден көтерді, бір-бірмен таласып қала жаздады. Бірінші нөмірдегі және 7-ші нөмірдегі Моңғол Халық Республикасының жігіттері. Қазір Әбуғали Әбжаппаровтың тақымында серке. Төрештің ысқырығы естілді, өйткені аттың екпінімен келіп қаққанды байқадық. Қазір қайталап көріністен де көреміз. Сары қағазда ортадағы төреш Ақылбай Манкеев көрсетті, ойындар қарай жалғастырсын деді. Бұл Қуантай Қайыржанға берілген ескерту екен. Бірақ Әбуғали Әбжаппаров сонда да есепті еселеп 7-де 4-ке жеткізіп отыр. Қазір 3-ке 4 ойнайды. Сондықтан Тәжікстан құрамасының жігіттеріне мүмкіндік бар. Бұл салымның авторы Әбуғали Әбжаппар. Қазір Қуантай Қайыржан Қаранарда отырғанын ескерсек, Моңғолиядан ең мықты ойыншыларының бірі. Қараңыздар, мына жерде аттың тізгінін тартып алып Әбуғали өткізіп жіберген екен. Қарсыласының атының екпінімен өз-өзін ұстай алмай өтіп кеткен. Әйтпесе серкеге жармасуға жақындаған екен. Тура сираққа жабысып 5 минутқа Қаранарға шыққан моңғолиялық Қуантай Қайыржан. Міне қазір 13 нөмірдегі Фархот Холов серкені тақымға басып алды. Еңсені тіктеп енді шабуылдар қарай жалғастыру керек. Міне қос командаласымен бірге келіп серкені тастаған Фархот Холов, оған Давлат Васамуддин көмектескен екен. Фархот Холов кездесудің 26 минутында Қуантай Қайыржанның Қаранарға шыққанын өте сәтті пайдалана білді. Жарайсың, енді дәл осы қарқыннан таймай бәсекені жалғастыру керек. Есеп 7-те 5. Мінекей. Әдемілеп тұрып, қалың додамен бірге барып, серкені дәл мәренің қақ ортасына қалдырып кетті. Әрбір сәт сайын салым салынып жатыр.
Екі жақтың жігіттерде бір-бірін аяйтыны түрі жоқ. Монголияның азаматтары әрине бұл жерде берекелі ойын өрнегін көрсетіп жатыр. Тағы да Тәжікстан құрамасының тамаша бір шабуылы. Әдемі өтті, керемет. Өте тамаша шабуыл және керемет салым. Қаранарға бір спортшы шығып еді Монголияның. Тәжіктер күштеріне қайта мінгендей болды. Асрор Қосимов астындағы көк сұңқармен тағы бір салымды салып кетті. Жарайсын. Міне қайталап көріністен де байқап отырсыздар. Қандай тамаша шабуылдың болған. Қалың додамен Тәжікстанның 3 спортшысы бірдей кетіп қалған екен. Абуғали Абджапаровты бұл жерде Тәжікстандық жігіттер алдап кетті. Өздеріңіз көргендей. Әлде болса 4-3 ойнап жатыр. 1,5 минут уақыты қалды Қаранарда отырған спортшының. Тәжікстан құрамасының жігіттері еңселерін тіктеп қатарынан 3 салымды салып есеп көрсеткішін қысқартып келеді. Ойынның 28 минутыда өз мәресіне жетті. Және есеп 7-6 Монголия. Құрамасының жігіттері алда. Десекте Тәжікстан осы қарқыннан таймайтын болса, онда 3-ші орынның жолдамасын осы тәжік ағайындар алып кетуі де мүмкін. Сегізінші нөмірдегі Үрстем Арслан Серкен алды да Ерлан Мұраттың тақымына басып берді. Ерлан Мұрат міне Серкенің тақымға басып, оң тақымға оңтайлап алды да енді шабуылға қарай көшкен сәті дәл мәренің үстінде. Жаңа ғана қалай салым тастағанын білесіздер. Әттеген ая бұл шабуылы нәтижесі аяқталды. Енді ортада жекпе-жек сайысы орын алады. Бір ғана салым айырмашылығымен Монголия алда келеді. Осы қарқыннан таймайтын болса, тағы да бірінші кезеңдегідей ерекше өнер көрсететін болса, онда Монголияның жігіттері де Қытайға қарсылас атанып қалуы мүмкін. Міне Тәжікстан жігіттері тағы да Серкені өз тақымдарына басып алды. Ойын алаңның сыртына шығып кетпесе болғаны. Шеркінай, қандай тартысты бәсеке. Мінекей, Мусой Боборачап Серкені тақымға басып алған, бірақ оның тақымында тұрған Серкені Ерлан Мұрат жұлып алды. Не деген күш, не деген батырлық. Ерлан Мұрат жаңа ғана кеткен олқылықтың орнын толтыруға тиісті. Әттеген ертерек тастап кетті. Қазір Үрстем Арслан Серкен жерден көтерді де мәренің дәл ортасына тастай салды. Үрстем Арслан осылайша ойынның 31-ші минутында есепте еселеді. 8-6-ға жеткізіп отыр. Дәл осы қарқындарынан шықпайтын болса, осылай жалғастыратын болса, онда Монголия құрамасының бұл бәсекеде жеңіске жететініне сеніміз мол. Қараңыздар, қалай тартып алды. Шіркін-ай, тұла бойын билеген бұла күші. Бірақ Ерланның қолынан Серке шығып кеткен екен. Сирақтан ұстап отырған кезде қолы тайып кеткенін көрдік. Қараңыздар, қалай жауап келді. Мұндай мүмкіндік күнде туа бермейді. Сондықтан Тәжікстан құрамасының жігіттеріне мұндай кезде кішкене жылдамырақ ойын өрнегін көрсету керек. 8-ші нөмірдегі Асрор Қосеевтің тақымында Серке және шабуылға шығуға мүмкіндігі бар. Атқа қамшыны басып, бауырдан тебініп, сауырдан қамшы басу керек қазір. Тізгінді сілкіп тартып, дәл мәренің түбінде тоқтап қалса тіпті жақсы. Қараңыздар, қалай жекедері шығып кетті. Бұл салым болуға тиісті. Көрейік. Әй, тамаша. Есеп көрсеткіші уақыт өткен сайын қысқарып келеді.
Керемет. 7-ші салымын салды. Тәжікстан құрамасының жігіттері. Асырор Қосеевтің осы чемпионат барысындағы бұл 9-шы салым екенін айта кетейік. Бүгінгі ойын барысында 3 салым салып, футболдың тілімен айтқанда хет-триктің иесі болып отыр. Қараңызшы, қалай жеке дара шығып кетті. Әне еңкейіп тұрып мәреге тастағанның өзінде де бір мән бар. Тәжікстан құрамасының жігіттерін құрметті көрермен, Азия чемпионатында 2013 жылы Астанада өткен. 3-ші орынды иеленген екенін айттық. Және сол кезде жігіттерге, Тәжікстан құрамасының жігіттеріне тәлімгер болған Нұрдәулет Момынов екенін айта кетейік. Қазақстанның көкпардан 9 дүркін чемпионы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, ұлттық құраманың сапында жүріп, Азияда 2 рет чемпион болған батыр балуандардың бірі. Осылайша Нұрдәулет Момынов осы Тәжікстан құрамасын жаттықтырған. Міне бүгін осы чемпионат барысындағы ең мықты үздік-үштікке кіретін Моңғолияның құрамасымен қалай өнер көрсетуде. Міне Қайыржан Қуантай қазір Серкенің тақымға басып, тағы бір шабуылды ұйымдастыруға тырысып жүр. Аят деген ай, Серке ойын алаңның сыртына шығып кетті. Әрі қарай жалғастыра беруге болады. Еңкею керек қазір Моңғолияның жігіттеріне. Аят деген ай, қараңыздар, Серке мәре сызығының жегіне тиіп қалды. Мұндайда енді салым саналмайды. Мүмкіндік бар еді ғой, бар еді. Тағы да есепті ары қарай еселеп одан сайын асырып кетуіне. Ойынның 34-ші минуты өз мәресіне жетті. Жетуге таяп қалды дұрысыраға. Енді ортада жекпе-жек сайысы болады. Міне Өзбекстан құрамасының жетекшілері де біздің назарда болды жаңа ғана. Тағы да Рүстем Арслан Серкені өз тақымына басып алғанын көрдік. Қараңыздар, қандай дода, қандай талас, қандай тартыс. Қаумалап жан-жақтарынан қоршап алған жөні бар еді. Соның өзінде де Рүстем Арслан ештеңе қарамай кезекті салымның авторы атанып отыр. Жарайсың. Ойынның 35-ші минутында Рүстем Арслан есепте еселеп 9-7-ге жеткізді. Енді 5 минут тым болмағанда қарсылық танытып ойын өрнегін көрсететін болса, онда міндет түрде Моңғолия ақтық бәсекеге, ақтық дегенде де 3-ші орын үшін таласқа шығатын болады. Бірақ кім білсін, әртүрлі жағдайлар орын алуы мүмкін. Тәжікстан құрамасының жігіттері кәдімгідей осылай шабуылға шыққан кезде қарсыластарын артынан 3 атты жауып алады да алдынан біреуін жіберіп қой білгішін. Өте керемет өнер көрсетуде. Тәжікстанның жігіттері Серкені тақымға басып алғанмен Моңғолияның қорғанысы өте күшті болып жатыр. Небәрі 4 минуттан сәл ғана көп уақыт қалды бәсекенің аяқталуына. Қазір Асырор Қосимов Серкені тақымға басып алған. Асырор бұл шабуылды нәтижемен аяқтау керек. Қане, жоқ, Серке ойын алаңның сыртына шығып кетті, жалғастыра беруге болмайды өйткені. Төрешінің де ысқырығы естілді. Жиегіне сызыққа тиіп жатқаннан кейін мұндай кезде төреші ойынды тоқтатуға мәжбүр. Сәл ертерек тастағанда бәлкім бұл шабуыл салыммен аяқталар ма еді, кім білсін. Десек те дәл осы жерде Асырор Қасеевтің бағына жазылған осы болса керекті. Ашуров Джамаладдин. Ортада жалпы командалық тартыс. Тәжікстан құрамасының жігіттері Серкен жерден көтеруге шақ қалды. Анау Шұбармен еңкею керек еді. Тәжікстан құрамасының палуаны. Қазір міне, қараңыздар, қалай тақымға басып алды. Тағы да Асырор Қосимов. Асырор Қосимовтың тақымында Серке.
Ай, жеткізді, өте тамаша. Жоқ, Форхот Холов екен, кешіріңіздер. Форхот Холов. Әйтеуір жеткізді, өте тамаша. Өзі құлап бара жатса да Серкені қолдан жіберген жоқ. Жарайсың, нағыз азамат. Форхот Холов. Сутер бопты. Енді бір салым салса, құрметтелі көрмен, қандай тартысты бәсеке. Енді бір салым салса, есеп теңесет. Сонда нағыз қызықты бәсеке орын алмақ. Есеп 9-8 монголиялықтар алда. Бір ғана салым айырмашылығымен. Міне қараңыздар, қалай Серкен әйтеуір жеткізді. Жарайсың, нағыз жеңіске деген жігері осылай болу керек. Мусоев, Боворочап. Серкені тақымға басты. Бірақ ойын алаңның сыртынан шауып бара жатыр. Ешкімге кедергімді келдірмей айналып келейін деді ғой деймін. Хуршет Машробовқа ұзатқан ет. Мусоев, Боворочап, бірақ Хуршет алыстап кетті. Міне сіздердің назарларыңызда Бухарестің Насетхан, Моңғол Халық Республикасының ұлттық құрамасының бас бапкері Көкпардан. Әрине өзінің шәкірттері үшін уайымдайды, өйткені бұл өте жауапты бәсеке. Дәл осы бәсекені жеңген команда 3-ші орын үшін таласатын болады. Міне Шұбармен қалай қазір 4-ші нөмірдегі Акбар Достеев Серкені өз тақымына басып алды. Кәне, әйәт деген ай! Сәл ғана жетпей қалды, сәл ғана. Әйтпесе, есеп еселенер еді. Осылайша тең дәрежеде өнер көрсететін еді. Ешжан Досанның қазір Серкені тақымынан көрдік. Ол ортадағы шеңберге әкеп тастайды. Бұл жерде төрешінің әділдігі ғой енді, санап жіберсе де болатын еді. Міне бірақ бұл олқылықтың орнын толтырған Тәжікстан құрамасының балуаны 12-ші нөмірдегі Мусоев Боворочап. Құрметті жанкүйер, есеп 9-9. Төрешінің ысқырығында естілуге жақын. Онда тағы да қосымша уақыт берілетіні түсінікті жағдай, өйткені міндет түрде жеңімпазды анықтау керек. Футболдың қағидасы бойынша алтын доп деген дүние бар. Сондықтан бірінші салым салған команда жеңіске жетуге тиісті. Сонымен көрейік. Тәжікстанның жігіттері ерледі әйтеуір. Соңғы салымда өздері ары титықтап, бер титықтап жүріп салды. Өте керемет. Міне, екі командаға берілген екі таймның 20 минуты да өз мәресіне жетті. Және есеп 9-9 өте тең дәрежеде ойын өрнегін көрсетті. Төрешінің ысқырығы да естілді. Енді әрине жігіттерге аз кем демалыс беретін шығар. Содан кейін қосымша уақыт беріледі. Екі таймның қорытындысы бойынша есеп 9-9. Сонымен сіздер екінші кезеңнің қорытындысы бойынша қандай тамаша сәттердің орын алғанын көрдіңіздер. Біздің режиссерларымыз сіздердің назарларыңызға ұсынды. Енді қосымша уақыт, ең шешуші сәт дәл осы кезде
өте керемет өнер көрсеткен команданың ақтық бәсекеге, яғни 3-ші орын үшін таласқа түсетінін өздеріңіз де білесіздер. 8-ші нөмірдегі Асрор Қосимов қазір Серкенің тақымға басып алған, бірақ Қайыржан Қуантай ойын алаңның сыртына шығарып жүруге тырысып бағуда. Міне қазір еңкейген сәті. Асрор Қосимов қайтадан Серкені жерден көтеріп алғысы келген, бірақ Асрордан да кішкене күштілеу бір жігітті еңкейту керек секілді. Әйтпесе, осымен 2 мүмкіндігін жіберіп алған көрдік. Тәжікстанның жігіттері қайта-қайта еңкейіп, жеңіске деген құштарлықтарын көрсетіп жатыр. Монғолияның палуандары да әрине осал ойыншылар емес. Қазір Қуантай Қайыржанға тағы да төрешінің ескертуі берілеме деп едік, бірақ Серке 1 минуттың ішінде жерден көтерілмегеннен кейін ортада жекпе-жек сайысына кезек берген екен. Қазір кімдердің жекпе-жекте өнер көрсететінін көреміз. Қосымша уақытта футболдың алтын доп қағидасы бойынша алтын Серкеде кім бірінші салым салады, сол команда әрине жеңіске жетеді. Ақылбай Манкеевтің ысқырығы естілді. Қуантай Қайыржан мен Мусой Боборачавтың арасындағы жекпе-жек. Мусой Боборачав қазір Серкені жерден көтеруге сәл ғана қалды. Қалай әдемі тұрды бұл шабуыл. Өте тамаша. Жалғыз өзі келе жатыр. Бұл салым болуға тиісті. Жарайсың. Осылайша Мусой Боборачавтың ерлігімен жекпе-жектен шықты да ойынның 43-ші минутында, яғни қосымша берілген уақыттың 3-ші минутында Мусой Боборачав соңғы қорытынды салымды салды. Бір демін шығарып өздеріңізде көріп тұрсыздар. Ашуров Джамаладдидің қалай қуанып тұрғанын. Расымен де бүкіл демін сыртқа шығарды. Командадағы өзінің палуандарына да өте дән риза шығар. Мусой Боборачав шешуші кезде өте тамаша өнер көрсетті. Негізі жаңа Асрор Қосимовтың мүмкіндігі болған, дегенмен ешқандай да ол Серкен жерден көтере алған жоқ. Сол олқылықтың орнын толтырған Мусой Боборачав болды. Өте тамаша, жарайсыңдар. Сонымен бір салым айырмашылығымен Тәжікстан құрамасы жеңіске жетіп, Моңғол Халық Республикасынан айласын асырып кетті. Енді Қытай Халық Республикасы мен Тәжікстан Республикасының құрама көкпар командаларының арасындағы біз бәсекені тамашалаймыз. 3-ші орын үшін белдесуде. Ал дәл қазір екі команданың ең қызықты сәттері сіздердің назарларыңызда. Көкпарда қайта қауышқанша аман сау болыңыздар.